Құрметті студенттер, веб-бағдарламалау және интернет технологиялар пәнінен бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы HTML тілінде веб-парақтарын құру және мәтінді форматтау. Сабақтың мақсаты HTML тілінде құжаттарды құру және редакциялауды үйрену, HTML құжаттың құрылымы мен HTML элементтерін қолдану. Біз бүгінгі зертханалық жұмысымызды Sublime Text ортасында жасайтын боламыз. Ол үшін біз Sublime Text ортасын ашамыз. Бұл жерде Emmet плагині іске асу үшін біз бірінші құжатты сақтап аламыз. Сақтау үшін Save As командасын орындаймыз. Біз өзімізге қажетті жерді таңдап, мен өзімнің рабочий столыма сақтап жатырмын. index.htm. Біз ең бастапқы HTML құжатымызды index деген атаумен міндетті түрде сақтаймыз. Index бұл атауы, HTML дегеніміз расширениесі. Енді бұл жерде бізде міне рабочий столға index атауымен бізде құжат сақталды. Біз оны браузер арқылы көретін болсақ, міне индекс атауымен сақталып тұр. Енді біз әрі қаратай жұмыс жасау үшін HTML тілімен бастаймыз. Бұл жерде Emmet плагині бізге HTML-дың құрылысын тез құруға міне көмектесіп тұр, я. Бұл жерде title дегеніміз, бұл тайтлға біз атау береміз. Бұл жерге JTK деген атау берейік. Біз міндетті түрде бұны сақтаймыз. Ctrl-S арқылы, болмаса мына жерде File Save командасын орындау арқылы. Және енді біз браузерді жаңартамыз. Міне жаңартқанда JTK атымен бізде сақталды. Енді бұл жерде head, HTML гипермәтінді тілінің басы, body денесі. Біз осы body денесіне барлық элементтерді, суреттерді, мәтіндерді енгізетін боламыз. Енді бізге тапсырмада мынадай үлгі берілген. Біз бүгінгі зертханалық жұмысымызда осы үлгіні орындайтын боламыз. Бізде бірінші міне компьютер сөзін 6 түрлі өлшемде берген. Біз енді соны орындауымыз қажет. Ол үшін бізге H1 тегі пайдаланылады. Бұл жерге енді компьютер сөзін жазайық. Біз оны 6 түрлі өлшемде жазу үшін 6 рет пайдаланатын болғаннан кейін көшіріп алдық. H2, H3, H4, H5, H6. H6 тектерін пайдаландық. Ctrl-S, браузерді жаңартамыз. Міне компьютер сөзін 6 түрлі размерде бізге шығарып берді. Келесі бізде информатика және қолданбалы математика кафедрасы деген тексті ортасы бойынша және қызыл түспен берген. Енді біз оны орындау үшін бұл жерде біз div атты блоктық элементін пайдаланатын боламыз. Бұл div блокты элементті қолдану CSS тілін қолданғанда өте ыңғайлы болып келеді. Енді бұл жерге біз мәтін енгізу үшін, шаблонда берілген мәтінді енгізу үшін біз оны көшіріп алайық. Алдын ала дайындап қойған текстімізді. Бұл бізде P тегі арқылы орындалады.
Ctrl+S және браузерді жаңартамыз. Міне бізде текст пайда болды. Енді біз оны ортасы бойынша туралау үшін міне P элементінен кейін align атрибутын пайдаланамыз. Міне өзі шықты. Align атрибутының типі центр. Центр сөзі. Ctrl+S сақтаймыз. Браузерді жаңартамыз. Міне ортасы бойынша тураланды. Енді біз бұған түс беру үшін font color тегін пайдаланамыз. Бізде бұл жерде red қызыл түспен берілген. Енді бұл тегті фонт тегін жабатын боламыз. Міне жауып берді. Ctrl+S браузерді жаңартамыз. Міне қызыл түске боялды. Енді бізде келесі суретті шығару. Бұл суретті біз HTML құжатымызды қай жерге сақтасақ, фотоның солының қасына апарып қоюымыз қажет. Міне мына суретті қою үшін біз бұның свойствосын қарайық. Міне 555 JPG пен сақталып тұр. Біз оны көшіріп аламыз. Және енді біз суретті кіргізу үшін image тегін пайдаланамыз. CSS атрибутымен бірге жүреді. Және суреттің атауын қоямыз. Ctrl+S браузерді жаңартамыз. Міне фотомыз түсті. Енді бұл бізде үлкен размерде болып тұр. Ал мұндағы үлгіде кішкентай. Енді біз бұның размерін кішірейту үшін JPEG-тан кейін white сөзін пайдаланамыз. Бұның размерін берейік. Одан кейін ұзындығы мен енінің биіктігі. Ctrl+S міне суретіміз кішірейді. Енді үлгіде информатика, міне бұдан кейін, фотодан кейін сызық бар. Бұл сызық бізде HR тегі арқылы қолданылады. Ctrl+S сақтаймыз. Браузерді жаңартамыз. Міне сызық пайда болды бізде. Келесі информатика мамандығының негізгі мақсаты деген тексті біз жартылай қалың қылып түсіруіміз қажет. Ол үшін біз жартылай қалыңдату бізде B тегі. B тегін пайдаландық. Бұл тексті көшіріп аламыз. Сіздер бұл видеоны тоқтату арқылы тексті көріп алсаңыздар болады. Ctrl+S және браузерді жаңартамыз. Міне текстіміз түсті. Енді келесі информатика мамандығы бойынша жаратылыстану ғылымдары деген осы тексті бізде курсивпен жазылған. Курсивті пайдалану үшін біз I тегін қолданамыз. Енді бұл текстімізді көшіріп алайық. I тегінің ортасына саламыз. Ctrl+S және браузерді жаңартамыз. Міне текстіміз түсті. Біз енді бұны астыға түсіру үшін міне бірінші текстімізден кейін біз BR тегін пайдаланамыз. Жұптық емес тек. Жалғыз өзі жүреді. Ctrl+S міндетті түрде сақтаймыз. Браузерді жаңартамыз. Міне астыға түсті. Енді бізде үлгіде барлық орындалды. Енді міне Жаңғырған агротехникалық колледж деген текстіміз бізде сырғытпа жолда жүріп тұру қажет. Оны біз мына тексттің алдына шығарамыз. Сырғытпа жолды жүргізу үшін біз маркуй тегін пайдаланамыз.
көшіріп аламыз, мына жерге қоямыз, Ctrl+S сақтаймыз және браузер жаңартамыз. Міне текстіміз жүргітпелі жолда жүріп келе жатыр. Енді оның размерін кішкене үлкейту үшін біз алдыңғыда пайдаланған H3 тегін қоюымызға болады. Так, H3, Ctrl+S және браузерді жаңартамыз. Міне размері үлкейген түрде шығып келе жатыр. Енді бізде үлгіде барлығын орындадық. Енді бұның денесі міне мынадай түске боялған. Енді біз ол үшін міне Colormania таңдаймыз. Енді біз оның денесі, бұл жерде денесін бояуымыз керек. Полный бет боялу қажет. Біз ана денесін body деп айттық. Енді ол бодиға біз BK Color BK Color тегін пайдаланамыз. Бұл жерде бізде Colormania'да міне цветтің атауын көрсетіп тұр. Оны көшіріп алып біз мына жерге қоямыз. Ctrl+S сақтаймыз, браузерді жаңартамыз. Міне біз үлгіні толықтай орындап шықтық. Енді үйге тапсырма, бақылау сұрақтары. Бірінші, HTML-дағы міндетті тегтерді айтыңыз. Head тегінің қызметі қандай? Беттегі көлденең сызық қалай жасалады? Body тегі не үшін қолданылады? Title тегінің қызметі қандай? Осы сұрақтарға жауапты жазып, College Smart Nation платформасына жүктейсіздер және қосымша тапсырма мына үлгі бойынша HTML тілін пайдаланып, Sublime Text ортасында мына үлгіні жасап, платформаға қайта жүктейсіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.